Жаңа кім Мадинамен сөйлестік қой, Түркиямен байланыс орнаттық, иә? Мадинаға деген бір ауыз тілегіңіз осы жерде айтсаңыз болады. Эфир барысында айта алмай қалдыңыз ғой деймін, бізде ортақ группа топ бар WhatsApp'та да, сол жерде де жазып жүргем. Жолдары болсын, балапан аман есен оралсын, ауруынан сауығып, балалар ауырмасын, баласына шын жүрегіммен, аналық жүрегіммен денсаулық тілеймін. Енді мына Есентұрды өзіңіз көріп отырсыз. 6 жыл бұрын сөйлескен ғашығы деп айтсақ артық болатын шығар. Өйткені екеуі қол ұстасып бірге жүрмегенде, иә, сөз салмағанда. Қалай айтсам болады екен, енді дос болып араласқанда да жақын араласпаған. Сол қызбен енді қазір табыссам, до конца барсам, үйленсем деп отыр. Бұл енді жігіттің осал тұсы ма, қалай ойлайсыз? Есентұрдың. Мен ана Кореяға кіре алмай жатырмын да, біраз уақыт ұмытып қалдық қой Есентұрды. Қазір жалпы мен ойлаймын, егерде ер азамат ықыласын дұрыс білдіре білсе, қыз баланың жүрегі жауланбайтын қыз бала жоқ деп ойлаймын. Дұрыс қарым-қатынас жасай білсе, кез келген қызды өзіне қарата алады. Мәселе түрде де емес, материалдық жағдайда емес, мәселе сыйластықта және де дұрыс қарым-қатынасында ер баланың тарапынан. Гүлнәрді сұрап отыр. Гүлнәрді айттым ғой бағана, Әли. Есентұр шешілместей проблемасы бар адамдай болып отыр ғой дейді. Айгерім, зрениең неге нашар, жас қыз емессің ба дейді. Компьютермен көп жұмыс жасаған шығар енді. Мен деген мектеп 8-ші сыныптан бастап көзілдірік тағам. Алыстан көрмейді көзін, астигматикасы бар. Кезінде мектепте оқып жүргенде криминальный мелодрамаларды қатты оқығам. Көрпенің астына тығылып тұрып. Негізі Есентұр қызық жігіт, без комплексов дейді. Айбек жауап берсеңші дейді. Неге жауап берейін? Айгерім, ақшаңды алдың ба, жылап дейді. Мен эфир барысында 2 рет қана жыладым. Менің 2-ші эфирім, және де осы соңғы эфирім. Басқа мен жылаған емеспін. Ақшамды әлі алған жоқпын. Алсам бір күнде отырмаймын эфирде. Айгерім, қалайсың? Шүкір, бүгінгі жақсы. киімің күшті жарасып тұр, Айгерім дейді. Көп рахмет. Құртшы, мынау Есентұр деген сайқы мазақты деп жазып қойыпты. Енді бұл білесіз ба, Есентұр жаңа кейіпкер ғой. Сәл ғана болды да, одан кейін кетіп қалды. Ол мынандай негативке бойы үйренбеді да, біздің етіміз үйреніп кетті. Мен де басында үйге барып, қобалжып, мұңайып, валерьянка ішіп, түнімен ұйықтамай, жүрегім қатты соғып, неше түрлі диагноздар болған. Одан арылдым, етім үйренді. Мен бәріне дайынмын деп. Көзілдірігіңді ауыстыр, бетіңнің тек жартысын алып тұр, үйлеспейді, кішірек керек, Айгерім дейді. Көрермендер, мен 28-дегі үлкен әйелмін. Мен ойлаймын, бұндай мәселелерді сырт келбетіме қатысты, көзілдірігіме қатысты, шашымның түсіне қатысты, киіміме қатысты мәселелерді өзім шеше алатын жастамын деп ойлаймын. Мен бір жасөспірім емеспін, сіздердің жаңағы тәрбиелеріңізге мұқтаж. Өзімнің көз қарасым бар, өзімдік стилім бар адаммын деп ойлаймын. Шаршап қалыпты дейді. Кімді айтып отыр? Айгерімді айтып отыр ма, Есентұрды айтып отыр ма? Мен ешқашан шаршамаймын. Шаршауға рұқсат бермеді ешкім. Есентұрға шықпағаны дұрыс дейді, тұрмысқа шықпағаны дұрыс деп жатыр ғой дейме. Есеке қуғынбай дейді. Бүкусың күшті дейді. Тахир не дейді? Айгерім не дейді? Топпа тоғыр айтыңыз дейді. Түсінбедім. Дұрыстап түсінікті қылып жазсаңыздар. Айбек мырза, қыз қарамаса сізде Есентұр сияқты әрекет етесіз ба дейді. Енді ондай әрекетке бармайтын шығармыз. Оны уақыт көрсететін сияқты ғой бәрін. Есентұр дегеннің басында бар ма? 6 жылдан бері ол қыз бұны күтіп жүрген екен да. Мәселе санада болып тұр ғой бұл жерде дейді.
Жалпы мынандай сөз бар ғой орыстарда: лучше жалеть о том, что ты сделал, чем жалеть о том, что ты не сделал деген ше. Темірді шынымен де ыстығына басу керек сияқты деп ойлаймын мен. 6 жыл бұрын басу керек еді. Иә, қыз болсын, жігіт болсын, егер де біреуге бір нәрсе айтқыларыңыз келсе, барлық күш жігерлеріңізді, еріктеріңізді жинап, сол мезетте айтыңыздар, айтып жаңа қарсылық алсаңыздар да, арманда болмайсыздар да, әйтеуір айттым ғой, мейлі қарсы болса да деп. Кейін ол арманда қалып жүргенше көкейде еш нәрсе қалмау керек деп ойлаймын мен. Гүлнәр тапты ма екен анасын, естімей қалдым Айбек дейді. Гүлнәр Ақтөбеден әлі келген жоқ, 2-3 күнде келеді бұйыртса. Мен анасымын деп жүрген кісі күнде хабарласып жүр, келеді, жолықтырамыз бұйыртса.